Достар, қайырлы кеш. Кеше енді білесіздер, иә. Мен психологқа барам деп айтқан болатын. Одан кейін не істедіңіз, дым салмай кеттіңіз ғой деп солай жазған бар адамдардың. Мен кәдімгідей жеңілдеп, босап, бесіңқырап тұр шамалы, кішкене жылап, сондай бір моменттер болды менде. И сіздермен кішігірім ғана бөліскім келіп тұр, бірнеше сторис қылып. Ол жерде не только там отношения, басқа болсын, ол жерде обида, детство туралы, отбасы туралы, барлық не туралы әңгіме қозғалды. Өзіме не қажет екенін, не заттарды қате жасағанымды барлығын болмаса да тең жартысын түсіндім деп те айта аламын. И жалпы ол кісінің маған айтқан соңғы сөзі, маған кеңесі, енді бір сеанс қана өттік қой әлі, кеңесі мынандай болды: Ақерке, ты очень красивая, ты очень умная, но саған қазір отношения ештеңе керек емес. Сама развивайся, одан кейін барып барлығы болады деген болады. И одан бөлек бір қызықты ситуация деп айтайыншы. Сен өзіңнің жігітіңнің қандай болғанын қалайсың дейді да. И мен айтамын, мен бай жігіттің болғанын қалаймын, күйеуімнің имеется в виду бай болғанын қалаймын, бойы ұзын болған, менен шамалы ересектеу болғанын қалаймын деп бәрін айтып жатырмын ғой. И маған айтады да: Ақерке, сен детально айтуды, сондай нәрселерді ойлап көрдің бе дейді да. Сонымен неге десем, айтады, любое желаниені болсын, любой мақсатты болсын айтқан кезде барлығын детально айту керек дейді. Ертеңгі күні сенің алдыңнан бай ер азамат шығады дейді. Но сен Құдайдан тілемегенсің, сен ондай вызов жібермегенсің, что ол адамның заботливый болу керек екенін, ол адамның өзінің ақшасымен сенің бетіңді ұрмау керек екенін, там қақпау керек екенін, да, білмеймін, ол адамның абьюзер, тиран болмау керек екендігін, сен барлық дүниені детально айту керексің. Только мен бай жігітті қалаймын, болды деп аспанға қарап қай уақытта жібереді деп күтіп отыру ол қате. Не айтсаңыздар да, не тілесеңіздер де, не қаласаңыздар да, барлығын детально айту өте маңызды деп солай айтқаны бар. Және одан бөлек енді мінезімді барлық затқа енді разбор жасап отыр ғой. И маған айтады да, сен мысалы бір киген киіміңді неше рет киесің деген сияқты сондай сұрақтар қояды. И мен айтамын, мен андай адаммын, менде полкам толып тұр новый киімдерге, там этикеткасы алынбаған киімдерім де бар, но мен всегда только удобный киімді ғана кием. 100 сумкам бар шығар, бірақ сумканы ұстаймын всегда. И өмірде де сондайсың сен дейді. Сен только удобствоны таңдайтын адамсың. А наоборот, адам новинка көру керек. Сен новинкадан қорқасың, сен рисктан қорқасың, риск жасап көр. Там ойлама, егер де басқа бір киімімді киіп сыртқа шықсам, барлық адам маған ой Ақерке деп қарайды деп ойлама. Это может быть там наоборот болуы мүмкін, бәрі саған вау деуі мүмкін. И адамдармен де то же самое. Там ол киімді может сен ұнатпайсың, и ол адамды ұнатпауың да мүмкін, но сен үйренісіп қалғаның үшін ғана өзің өміріңде ол дүниелерді алма. Сен новый дүниелерді қарап ескеріп көр дегенде әңгіме айтылды. И қазір енді ол жердегі барлық әңгімелерді айтсам, мына жерде нүкте сторис болып кетеді. Кішігірім бөлісіп жатқан түрім ғой енді, потому что мен алдында маған жазыңыздар деген кезде көрдім да, көп қыздың негізі проблемамыз бір да, бәріміздің өзімізбен өзіміз мелочь заттарды, дымға тұрғысыз дүниелерді ойланып, ойбай менде депрессия деп қиналып жүреміз да. На самом деле депрессия деген ол просто адам скучно болады ғой, делать нечего болады ғой, сол кезде пайда болатын дүние. На то пошло. Мысалы қазір мені алып бір жерге жұмысқа кіргізіп қойыңыздар, сағат таңғы 9-дан 8-ден бастап кешкі сағат 10-ға дейін, и менің депрессияға уақытым болады ма екен? Менде ол дүниеге уақыт жоқ. И самое главное, ол кісінің айтқаны, Ақерке, өзіңе бірдеңе таңда, который сені қызығушылық тудыратын, саған қызық болатын, сенің потенциалың өте күшті, сен бірдеңені алсаң ол затты ширіп кететін адамсың, но сен құр қол жатпа, дамы деген сондай дүниелер айтты. Басқа сеанстарды әлі міндетті түрде бар, сіздермен бөлісетін боламын. Қараңдаршы, үйде зонтик таба алмай, Ләлімнің зонтигін алып кеттім. Ятай. Дала енді прям енді аяз, айтмалаймын, просто настолько холодно. То есть мне ноги замерзли, я в шоке. Так быстро наступила холодная осень. Да деген фонге келсек, мында кімдер бар десеңіздер. Айза, қараңыздар, шашым бояп алып тарель ұсап. Шүрем болып отыр ғой. Мында Зухра, Айдана, Дария, Тимур. Пока осылар ғана кетті. Біз еще кешігіп келсек. Пунктуально Айдана сен бірінші келген сияқтысың. Сондай еді ғой. Прям уақытында келеді. Кеш жарық, құрметті достар. Осылай бағана эфирден кейін шығып, бауырларымызбен, достарымызбен осындай Реал Мадридтің Қайраттың матчын көріп жатыр.
Енді қазір тайм бітті. Үзіліс болып жатыр. Енді Қайраттың енді бастамасы жаман емес. Пенальтиден салды ғой еще Реал Мадрид бірінші болды, иә. Оған не алдыңыз? Ойыннан сау алмады енді, тек пенальти болып жол болмай қалған болмаса, так жақсы ойын болып отыр. Осындай керемет караоке, бізде караокенің аты Be famous. құрметті достар, келіңіздер. Өте қолайлы, өте жайлы, өте дәмді тағамдар.